Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызда біз conditional statements немесе Python программирование тілінде шарттауды қалай қолданамыз, соны көрсетемін. Сабағымызға бастайық. Оқушылар, біз деген шарттауды қай жерде қолданамыз? Шарттау көп сұрақтарда бізге керек болады. Бізде деген бірнеше жағдай болған кезінде сол жағдайлардан біреуін таңдауымыз керек болған кезінде. Немесе сұрақтарда деген мысалы сандар тек қана жұп сандар қабылдансын. Немесе string қабылданған кезіміз, текст қабылданған кезімізде бұл тексттің ең бірінші әрпі мысалы A мен бастасын дегендей бір деген шарттар болады. Сол шарттарды деген біз деген шешу үшін немесе сол шарттарды қолданып біз деген кодымызды жазу үшін біз ең простой if'ті қолданамыз. If дегеніміз ағылшын тілінен қазақ тіліне аударған кезімізде егер болып аударылады. Енді деген мен сізге кішкене бір if else синтаксысын көрсетейін. Бұл жерде мен қазір деген ағылшын тілінде жазамын, бірақ деген қазақ тілінде түсіндіремін. If condition дегеніміз шарт, онdan кейін statements or codes, ondan кейін else. Else'den кейін tағы statements немесе kodlarımız болады. Осыған оқушылар біз деген if else'дің синтаксы деп айтамыз. If else'дің синтаксы. If else'дің синтаксы қазақша аударатын болсамыз, егер біздің берген бір шартымыз дұрыс болса, төмендегі кодтар жұмыс жасасын. Егер ол дұрыс болмаса, немесе ол шарттың сыртында төмендегі else'дің төмендегі kodтар жұмыс жасасын деген мағынаға келеді. Енді бұл жерде мысалы мән беретін бір нәрсеміз, мына жерде пустой место бар. Бос место бар. Бұған indent tab деп айтылады. Indent tab біздің деген Python тілінде өте маңызды нәрсе. Біз for, if, функция создат еткен кезімізде бұлардың барлығында indent tab қолданамыз. Indent tabтың мағынасы не? Бұл код жоғарыдағы линияға тиісті. Бұл код оның жоғарысындағы линияға тиісті деген мағынаға келеді. Яғни, мына жерде шарт дұрыс болып, төмендегі код жұмыс жасайды деп айта алмаймыз. Екеуінен біреуі болу керек мына. Соның үшін мына indent tabтарға біз деген мән беруіміз керек. Кейде оқушылардың деген ең көп деген мән бермейтін заттарынан біреуі condition қате болу. Бірінші мән бермейтіндер. Екіншісі қосүктен ұмытып кету. Үшіншісі indent tabты қате жазу. Мысалы, жоғарыда if else'ın мысалы екі пустой место қойып кетеді, ал төменде болса, онdan ұзын қойып кетеді. Солардың барлығы тең болу керек. Біз әлі келесі сабақтарда nested if else. Яғни этажный if else қолданамыз. Мысалы, бір if'тің ішінде басқа бір if қолданамыз. Сол кезде шатасып кетпеу үшін біздің бір стандартымыз болу керек. Бұл стандарт өзіңізге байланысты. Мына жерде менде көріп тұрғаныңыздай төртеу бар. 1, 2, 3, 4. Менде төртеу бар. Сіз екеуін қоюыңыз мүмкін. Ол сізге байланысты. Мына жерде де бірақ екеуі болу керек. Себебі көргеніңіздей, мынау екеуі бір-біріне тең. Яғни бұл сіздің кодыңыздың оқуға көмек етеді. Басқа біреу келіп сіздің кодыңызды оқыған кезде, мынау деген екеуі бір линияда деп соған көмек етеді. Және өзіңізде деген бір ұзын бір код жазған кезіңізде шатасып кетпестігіңізге көмекші болады. Bundan кейінгі қатені біздің statements'ті немесе кодтарымызды қате жазу керек. Қате жазу болады. Бұның себептерінен біреуі оқушылар біз деген шартты таңдаған кезімізде бір бастан бастауымыз керек. Яғни бір деген ортадан таңдап, онdan кейін басқа бір шартты қойып, тағы деген алданға деген кодтарға кетіп, сондай деген араластырып жібермей бір жерден бастауымыз керек. Қазір мен сізге қысқаша бір например көрсетемін. Бірінші напримерім мен деген барлық сабақтарымда көрсететінім positive or negative. Немесе позитивный, негативный деп аталады. Бізге бір сан қабылдаған кезімізде қолданушыдан ол санның
Noldan ulkenbe nemesi noldan kişime soğan baylanıştı. Bu sanның pozitif nemesi negatif ekenligini bile alamız. Bu üçün biz a teң int kechiresiz int input dep kabıldaytın bir kod yazamız. Қолданушыдан сан қабылдайтын bir код жазамыз. Bundan кейін if a үлкен 0 болған кезінде бізге не деп жазсын? Print pozitif деп жазсын. Yani a 0'dan үлкен болған кезінде бұл сан позитивный деп жазсын. Bundan қалған жағдайларда print negatif деп жазсын. Бірақ әлі мен деген ескі өтпесін әлді мына кодты бір жұмыс жасатып көрейін. Біз есті әр ретінде қолдануымыз шарт емес. Бірақ деген қолдансақ өзімізге пайдалы болады. Себебі ашық бір деген жер қалдырмау керек. Біз деген код жазған кезімізде пустой бір жол қалдырмау керек. Онда деген біздің кодымыз деген бір нәрсе шығарып бермейді, немесе деген өзіңіз шыққан нәрсені түсінбей қаласыңыз. Бірақ сонда да тек қана if пен сізге жасатып көрсетейін. Mına жерде менден бір сан сұрайды. Бұл санға мен мысалы 25 деп берген кезімде маған позитив деп шығады. Бірақ мен минус 90 деп берген кезімде маған еш нәрсе деп шықпайды. Яғни менің кодымда бір деген ашық жол бар. Бұл жолдан бір деген результат ала алмайтынмын. Соның үшін мен деген else қолданамын. Қолымнан келгенше мен барлық деген кодтан да else қолдануға тырысамын. Öz-özümde test etүү үшін немесе деген бір жерде қате жібердім бе соны білу үшін. Енді біз else'ті қойдық. Егер a деген берілген сан 0'dan үлкен болса, онда позитивный деп береді. Жоқ, егер бұл болмаса, жоғарыдағы шарт болмаған кезінде, онда бізге негативный деп береді. Енді біз деген жаңа жазған кодымызды сақтайық және оны жүргізейік. Енді деген дәл жоғарыдағы сияқты 25 деп берген кезімізде бізге позитив деп береді. Бірақ минус 90 деп берген кезімізде жоғарыда еш нәрсе бермеген еді, ал төменде болса негатив деп. Бұған ең қысқаша if else'тің бір деген түсіну үшін ыңғайлы жолы. Сіз деген if else'мен қалай жұмыс жасайсыңыз, бұл сіздің шарттарыңызға bağlı. Сізге деген кішкене деген жұмбақ болуы мүмкін, бірақ деген сіз өзіңіз отырып деген жұп сан мен так санды беретін бір код жазып отырсыңыз. Мысалы мен 9 деп жазған кезімде маған жұп немесе так деп шығарсын, 10 деп жазған кезімде маған жұп деп шығарсын. Кешіресіңіз, кішкене басым ауырып тұр. Сондай бір деген код жазуға тырысып көріңіз. Менің саған түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Түсінбеген жеріңіз бар болса, сұрақтарыңыз бар болса, төменге жазып қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.